не себепті Андронов мәдениеті деген атау берген? Андронов тайпалары немен айналысқан? Олардың баспаналары қандай болған? Андронов тайпалары қоныстарының ерекшелігі неде? Бейғазы Дәндібай мәдениетін кім ашты? Бейғазы Дәндібай мәдениетіне жататын ескерткіштердің ерекшелігі неде? Әлікей Хақанұлы Марғұлан кім деген сұрақтарға жауап іздейік. Тарихи жәдігерге не себепті Андронов мәдениеті деген атау берген? Андронов мәдениеті оңтүстік Сібірдегі Ачинск қаласының маңындағы Андронов селосының аумағынан табылған. Сондықтан бұл ескерткіштер табылған жердің атына байланысты Андронов мәдениеті деген атау алған. Археологтар қола дәуірінің бұл мәдениетін ең алғаш 1914 жыл тапқан. Андронов мәдениетінің аумағы негізінен бүкіл Қазақстанды қамтиды. Андронов тайпалары немен айналысқан? Андронов тайпаларының негізгі кәсібі әрине мал шаруашылығы болған. Олар 4 түлік малдың барлығын өсірген. Тамақтары да негізінен ет пен сүттен алынған. Ал өзен, көл маңында тұратындар егіншілікпен айналысып, арпа, бидай, тары өсірген. Арасында өзеннен балық та аулап жеген. Андроновтардың баспаналары қандай болған? Баспаналары жартылай жертөле болды. Тұрғын жайдың төбесін бірнеше тіреумен тірелген екі жақты немесе киіз үйдікіндей шатыр жапқан. Үй салуға көбіне бөрене пайдаланды, ал бөрене болмаған жағдайда үйді тастан қалап салды. Қоныстарын өзен немесе көлдің жағасына салған. Баспанамен іргелес мал ұстайтын қоралары да болған. Қоныстары әдетте 10-20 тұрғын үйден тұрды. Андронов тайпаларының қоныстарының ерекшелігі неде? Қонысқа жақын жерде рулық зираттар орналасқан. Қайтыс болған адамды бір қырынан қол аяғын бүгіп, ана құрсағында жатқандай жерлеген. Қайтыс болған адамды еңбек құралдары және қару-жарақтармен бірге жерлеген. Кейбір аймақтарда кремация, мәйітті өртеу ғұрпы тараған. Бұған тұрақтардан табылған күйген сүйек қалдықтары дәлел болады. Бейғазы Дәндібай мәдениетін кім ашты? Академик Әлікей Хақанұлы Марғұлан орталық Қазақстан жерінен қола дәуірінің теңдесі жоқ ескерткіштер кешені Бейғазы Дәндібай мәдениетін ашты. Мәдениет аты Бейғазы және Дәндібай қоныстарындағы алғашқы зерттелген обаларға байланысты қойылған. Бейғазы Дәндібай өңірінен 50-ден астам қорған табылған. Бейғазы Дәндібай тайпаларының өзіндік шаруашылық түрлері қалыптасқан. Тайпалар металды балқыту, егін егу, мал шаруашылығы, сауда ісімен айналысқан. Бейғазы Дәндібай мәдениеті ескерткіштерінің ерекшелігі неде? Бұл мәдениетке Атасу өзенінен Ертіске дейінгі байтақ даладан табылған ескерткіштер кіреді. Олардың қатарына Ақсу аюлы 2, Ортау 2, Байбала 2, Бесоба, Бұғылы 3 қорымындағы зәулім тас обалар жатады. Бұл обалар әлеуметтік сатыда жоғары тұрған көсемдерге арнап салынған. Ақсу аюлы 2 қорымындағы ең үлкен обаның биіктігі 2 метрден асады, ал диаметрі 30 метр. Бейғазы Дәндібай обаларынан қол аяғын созып, шалқасынан жатқызып жерлеген адамдардың сүйектері кездеседі. Бұл олардың жерлеу ғұрпының ерекше болғанын дәлелдейді. Қабір жанынан үй жануарларының сүйектері көп табылды. Бұл қола дәуірінде мал санының өсіп, шаруашылықтың дамығанын көрсетеді. Бейғазы обаларының ерекшелігі діни ғұрыптық заттардың қойылғаны, құрбандық шалуға арналған арнайы орындардың болуы. Қазба жұмыстары барысында тас тесенің табылуы тайпалардың егіншілікпен айналысқанын білдіреді.